6 ай бұрын ол жүгіруші әрі бақылаушы болып істеді. Фитнес орталыққа келіп, спорт залға әуес достарымен танысады да, оларға нұсқаулар береді. Көбірекке ұмтылған ол джим спорт залына жұмысқа тұруға өтініш берді. Мақсаты жас үлкен әрі ауқатты клиенттермен жұмыс істеу. Әрі компания табысын 3 есе арттырам деп уәде етеді. Ол осы ұсынысты бір басшыға, кейін екіншісіне де айтады. Тіпті егде жастағы әйелді де жағымпазданып жағын тартады. Ол алғашқы басшыны өзінің қылмыстық өткенін уайымдаудың қажет жоқ екеніне көндіріп, сол жерде жұмысқа алынады. Уәде еткендей оның ықпалымен залға мүшелік күрт өседі. Сол кезде зал мүшелерінің бірі Виктор оған әлдеқайда көп ақша табуға болатынын айтады. Бұл ой Дэниелді қатты шабыттандырады. Ол тіпті Адрианды да өзіне серік етеді. Көп ұзамай ол Вудың конференциясына қатысып, қайтадан жігерленеді. Және Вудың өзінен жеке тәлімгерлік алып шығады. Енді оның америкалық арманға жету жоспары бар. Бай, дос тауып, оның ақшасын білдіртпей ұрлау. Адриан дайын болған соң оларға тағы да бір адам керек болады. Олар Полды таңдайды. Ірі денелі, ұнтақ иіскейтін, бұрын сотталған адам. Топқа сондай-ақ жақсы өмір іздеп ақшқа келген сұлулық ханшайымы Сирена қосылады. Даниэл оған бірден қызғады. Жаңа адам топтың одан не күтетінін біртіндеп түсінеді. Бірақ жаңа өмір бастауға тырысып, ұсыныстан бас тартады. Алайда күн өткен сайын жағдай қиындай түседі. Себебі оның көмекшісі оған жақындай бастайды. Бұл қарт адам үшін жақсы аяқталмайды. Ол қайтадан Дэниелге оралады, ал Дэниел жоспардың қарапайым екенін түсіндіреді. Тез ұстауда қашу, жеңіл ұрлау, бұл оларды бай қыла алады. Олар қару дүкеніне барады, жолын тауып Деспирадо стилінде кетіп қалады. Жоспар нақты қалыптаса бастайды. Белгіленген күні олар нысанаға келгенде үйдің қонаққа толы екенін көреді. Үшеуі миссиядан бас тартып, тыңшылар туралы арзан фильмдегідей абыржып қашады. Олар қайта ойланып жақсырақ жоспар құрады. Бірақ ол да тағы да сәтсіз аяқталады. Екі адам оғаш ниндзя кейпінде нысанды дұрыс емес жерлерден іздей береді. Ал бұл кезде ештеңеден бейхабар ер адам көлігіне қарай кетіп бара жатады. Тіпті тұрақта кедергі келтірген үшін жүргізушіге қолын көрсетіп кетеді. Бірнеше секундтан соң топ бір-бірін кінәлай бастайды. Ал Дэниел бұл қымбат қателік үшін бұлшық етті жігітке ашуланады. Тағы да бір жоспар құрылады. Бұл жолы ірі жігітсіз және адам ұрлау сәтті жүзеге асады. Адриан ер адамды бағындыруға көнбеген үшін оған қайта-қайта электрошок қолданады. Олар базасына жетіп, оны орындыққа байлап, көзін байлайды. Көп ұзамай жәбірленуші Дэниелдің иіссуын танып, басында кім тұрған бірден түсінеді. Бас ұйымдастырушы райынан қайтпай, Виктордың өмірін бір жолы құрту жоспарын жалғастырады. Твой одеколон, Дэнни. Твой вонючий, мерзкий, ванильный, блевотный одеколон. Олар жәбірленуші отбасына және серіктестеріне қоңырау шалуға мәжбүрлейді. Енді ол үшін уайымдауларын жаңа бір тәжірибе кешіп жатқанын айтып талап етеді. Осы уақытта ірі жігіт ер адамның хатшысын жұмыстан шығартқызған соң, оның кеңсесіне барып кейбір мүлкін алып кетеді. Басшы алиби сақтау үшін күнделікті жұмысына оралады, ал Пол тұтқынды күзетуге қалады. Екеуі бір-бірінің біраз уақыттан бері ішімдік ішпегенін біліп, ескі достардай сөйлесіп кетеді. Пол тіпті адам ұрлаған үшін кешірім сұрайды. Жүрегі жібіп, оған тіске басар ас береді. Тіпті сол жерде еврей жәбірленушіні христиан дініне өткізеді. Ұйымдастырушы қайта келіп, жәбірленушіні құжаттарға қол қоюға мәжбүрлемек болады. Бірақ ол қарсыласады. Кейін Пол Виктормен достық әңгімені жалғастырып, Виктор оған лақап ат қояды, ал Пол оны қуана қабылдайды. Дэниел Сиренаға қайтып келіп, оған өзін клип режиссері деп алдаған үшін сөз естиді. Бірақ ол райынан қайтпай, өтірігін күшейтіп, өзінің ЦРУ агентімін, сені жұмысқа алғым келеді деп айтады. Бұл Сиренаны қатты қызықтырады. Әрі ол агент жұмысына лайық екенін дәлелдеуге уәде береді. Виктор газеттен байлаулы көзді досына дауыстап оқып отырған кезде әлгі адам кенет қашуға тырысады. Алайда алысқа ұзамай Пол оны ұрып, бірден есінен тандырады да артынан қатты өкініш сезінеді. Басшы жәбірленушіні сындырудың құжаттарға қол қойғызудың түрлі жолдарын іздей береді. Бірақ ол берік мінезді адам еді. Бірнеше рет қайталанған әрекеттер мен қатыгез азаптаулардан кейін ол ақыры берілетте құжаттарға қол қояды. Келесі аялдама қаржы бөлімі. Онда Дэниел қол қойылған құжаттарды
Виктордың қаражатын аударуға рұқсат алу үшін тапсырады. Алайда банкир бұл үшін Виктордың өзі мен нотариустың жеке қатысу қажет екенін түсіндіреді. Бұл миссияға ауыр соққы болып тиіп, Дэниелді ашумен үрейге салады. Ол нотариус Джонмен кездесіп, аударым үшін мөрін беруге көндіргісі келеді. Бірақ Джон бас тартады. Сонда Дэниел Виктордың қолданбасын пайдаланып, спортзал жарысына демеушілік беруді бекітеді. Осылайша басшы аударым құжатына нотариус ретінде өз мөрін қоя алатындай жағдай жасайды. Қаржы қызметкері соған қанағаттанып, аударымды мақұлдайды. Дэниел өзін нағыз ұрыс сезініп, мақтанышпен сыртқа шығады. Алайда басшы жәбірленуші босатылса, өзін танып қоятын түсінеді. Сондықтан ол топты бұл адам өлу керек деп көндіреді. Тіпті Полға егер Виктор тірі қалса, оның өзі үлкен қауіпке тап болатынды ескертеді. Олар адамды мас қылып көлікке отырғызып, жол апатын қолдан ұйымдастырады. Бақытына қарай Адриан оны белдікпен байлап қойғандықтан Виктор тез жеңіл жарақат алады. Дэниел көлікті өртейді, бірақ өз көліктеріне қарай кетіп бара жатқанда 7 жанды адамдай болып, әлгі кісі жанып жатқан көліктен аз ғана күйікпен шығып келеді. Сонда басшысы Полды оны көлікпен қағып, бәрін бір жолы аяқтауға көндіреді. Пол соны істейді, бірақ адам бәрібір тірі қалады. Басшы жүргізушіге қайтадан үстінен жүруді бұйырады. Бұл жолы дөңгелектерін оның бетіне басып, азабын бір жолы тоқтату үшін. Олар оқиға орнынан қашып кетеді. Ал полиция дер кезінде жетіп, Виктордың өмірін сақтап қалады. Ауруханада бет әлпеті қатты бүлінген жәбірленуші полицейлерге бәрін айтып береді. Бірақ полицейлер оның сөзіне сенбейді. Жарақаттанған адам жеке детектив Эдке хабарласып, жағдайын түсіндіреді. Бірақ Эд істі қабылдамайды. Дегенмен, адамгершілікпен Викторға қауіпсіздігі үшін ауруханадан дереу кетуге кеңес береді. Көп ұзамай 3 қылмыскер ауруханаға хирург кейпінде келеді. Бірақ палата бос болып шығады. Нағыз дәрігер Дэниелге жолығып, ол өзін әріптес хирургпен деп алдайды. Дәрігер полицейлердің бодибилдерлер азаптады деген қашқын науқастың әңгімесіне сенбегенін жай ғана айта салады. Бұл қылмыскерлердің көңілін орнықтырып, олар олжаларын рахаттанып пайдалана бастайды. Жылдам көліктер, жаңа пәтерлер, әйелдер бәрі бар. Дэниел тіпті Виктордың пәтеріне көшіп алады. Оны Виктор басқа әйелімен қашып кеткенде сыйға тартты деп жұрт қайтады. Сән салтанатты өмір жалғасып жатқанда Адриан сүйіктісіне үйленуге ұсыныс жасайды. Ал Пол Сиренамен қарым-қатынас бастап, бұрынғы жаман әдетіне қайта оралады. Ақырында Эд Викторға көмектесуге бел буады. Ол қылмыскерлерді аңдып, Виктордың бұрынғы компаниясындағы қызметкерлермен сөйлеседі. Олардың бәрі жаңа бастық Дэниелді мақтайды. Дэниел мен оның тобы көршілерді жинап, шабуылдаушыларды қалай тану және өздерін қалай қорғау керектігі туралы семинар өткізеді. Осылайша олар жақсы көрші бейнесін нығайтады. Кейін жеке детектив жаттығу залына келіп, Дэниелмен жай әңгіме бастайды да, бұл жерді Виктор ұсынған айтады. Бұл Дэниелді мазасыздандырады, бірақ ол жымиып тұрғандай кейіп танытады. Ал осы уақытта Пол барлық ақшасын қонақ үйлерге, Сиренаға арналған бренд заттарға және есірткіге жұмсап қояды. Амалы таусылып ұрлыққа барады, бірақ сәтсіздікке орай полициядан ұрлайды. Қысқа қуудан кейін ол ұрланған сөмкені ашады да, ішіндегі жарылғыш тікелей бетінде жарылып кетеді. Полиция оны қуып жетеді, бірақ ол қашып құтылады. Оны тағы да қуады. Бұл жолы оқ жаудырып, ірі жігіт қашып өзенге секіреді. Тіпті бір саусағынан оқ тиіп, жұлынып кетсе де, ол жүзіп кетіп, тағы да ұстатпайды деп ақыры Адрианның тойына келеді. Түрі қаңғыбас адамдай. Ол Дэниелге жаңа бай нысана тапқан айтады. Бірақ Дэниел оны барлық үлесін босқа шашып, енді тағы бір жұмыс сұраған үшін ұрсады. Жаңа үйленген Адриан достарымен кездескенде Полды жақтап шығады. Өзі де барлық ақшасын жаңа үйге жұмсағанын, енді шығынды қайтару керегін айтады. Жасырынған жерінде Виктор Джонға бодибилдерлермен болған барлық жағдайды айтып береді. Бірақ полицияға айтқандай сөйлейді. Джон бұл ақпаратты Дэниелге жеткізеді. Ал Дэниел оны тыныштандыру үшін өзенге итеріп жібереді. Виктор қайта қоңырау шалғанда Дэниел Джонды оның мекен жайын білуге көндіруге тырыстырады. Бірақ Виктор бас тартады. Соған қарамастан Дэниел қоңыраудың орнын анықтап, сол жерге келеді. Алайда Виктор қашып кеткен болып шығады. Топ қонақ үй тіркеушісінен ақпарат алмақ болады. Бірақ ол Виктордың бөлмесін кім төлеп отырғанын айтудан бас тартады. Пол оны қорқытып сыртқа шығарады да, Дэниелге шындықты білуге мүмкіндік туады. Бұл спортзалдағы клиенті детектив Эд екен. Олар детективтің үйіне басып кіреді, бірақ оның полиция бастығымен бірге екенін білмейді. Ол дәл сол сәтте полиция басшысын Виктордың ісі нақты дәлелге толы екеніне
әрі оның қылмыскер екеніне сендіруге тырысып жүрген еді. Қылмыскерлер үйді бақылап күтіп отырады. Бірақ дәл сол сәтте полиция көліктері келіп, Эдті түсіріп кетеді. Үшеуі көзге түспей тайып тұруға мәжбүр болады. Эдтің әйелі Виктордың хабарын көрсетеді. Сол себепті Эд оның жасырынған жеріне барып, үйіне әкеліп, дұрыс күтім жасайды. Ал осы уақытта Дэниел алда не болатынын түсініп, бәрін басқаша шешудің жолын іздейді. Жаңа жоспар құрады. Топ Фрэнкпен кездесіп, белгілі бір үнді базарына кіріп кетуге мүмкіндік беретін ұсыныс жасайды. Фрэнк жоспарға инвестиция салуға келісіп, қасына сүйіктісі Кристинаны ертіп келеді. Кездесуді Адрианның әйелі жұмыста болған кезде оның пәтерінде ауыстырады. Басқалары Кристинамен әзілдесіп отырғанда Дэниел мен Фрэнк жеке бөлмеге кіріп сөйлеседі. Фрэнк Дэниелдің қабілетіне сенбейтінін ашық айтып, оларды әуес қойлар деп атайды. Бұл Дэниелді қатты ашуландырады. Сөз талас төбелеске ұласып, арпалыс кезінде Фрэнктің басы ауыр штанга табағымен жаншылып қалады. Кристина бөлмеге кіріп келіп, жігіттің қанның ішінде жатқан күйді көреді. Ол бірден қаруын суырып атуға тырысады, бірақ Дэниел оқты бөгеп қалады. Қалғандары жүгіріп келіп, оны ұстап алып, жылқыға арналған тыныштандырғыш укол салып, есінен тандырады. Бір адам өліп, екіншісі әрең тірі жатқанда, қорқып қалған Адрианға қанды тазалау бұйырылады. Ал Дэниел мен Пол жәбірленушінің үйіне барып, сейфін ашпақ болады. Кристина айтқан код жарамсыз болып шығады. Адрианға хабарласқанда да пайда жоқ. Кристина қашуға тырысып, тағы да бір укол алған соң, енді тірі қалуы екіталай еді. Олар тапқан бағалы заттарын бәрін алып кетеді. Кетер алдында Пол өзіне өзі түсініксіз әрекет жасап, кесілген башпайын Фрэнктің күшігіне береді. Кейін екі мәйітті Адрианның пәтерінен қауіпсіз жерге көшіріп, келесі жоспарды ойластыра бастайды. Осы кезде Виктордың Адрианда уақытша жүрген иті қашып кетіп, таныс адамды тауып алады да, сол адам иттің жоғалғанын полицияға хабарлайды. Фрэнктің иті кесілген башпайды сақтап қалады. Ал Фрэнктің серіктесі келгенде, ол шошып кетіп, полиция шақырады. Тергеу шыңдап басталады. Дэниел мен Адриан мәйіттерді жууға керек заттарды сатып алады. Бірақ алдымен Адрианның әйелі үйіне оралғанда, қоқысты шығарып жатып, жәшіктің қанға боялған киімге толы екенін көріп, қатты қорқады. Сол күні полиция бастығы Фрэнк пен оның сүйіктісінің жоғалуын бодибилдерлермен байланыстырады. Істі Эдке де жеткізеді. Дэниел мен Адриан жұмысты аяқтау үшін жақсырақ шынжырлы ара сатып алып қайтқанда, Полдың марқұмдардың қолдарын ашық жерде грильде қуырып жатқанын көреді. Есірткінің әсерінде ойы мен сезімі астан кестен болған Пол топқа жазба қалдырып, мұны діни қадам деп атап қашып кетеді. Қалған екеуі мәйіттерді бөшкеге салып, өзенге тастайды. Ал полиция бөлімінде бастығы офицерлерге операцияны түсіндіріп, барлық нысанды бір уақытта ұстауға бұйрық береді. Есеп айырысу күні келгенде, Полды полиция көлігі қағардан сәл бұрын Адриан мен оның әйелі үйінде еш қарсылықсыз ұсталады. Бұл жігітті жігіт кейінірек шіркеуден табылып, ол да қарсылық көрсетпей қамауға алынады. Даниэлге оқ атылса да ол ұстатпай, Виктордың қайығымен қашып кетеді. Виктор мүлкін қайтарып алған соң полицияға Багам аралындағы жасырын қор туралы хабарлайды. Эд оның сол жаққа бет алғанын түсінеді. Жағалау күзеті өзендерді тексеріп жатқанда, олар Аралдар қаласына соққы беруге дайындалады. Дэниел сол жерге дер кезінде жетіп, өзін Виктормын деп таныстырып, банк есепшоттарын жабуды талап етеді. Менеджер келіседі. Ол сейфті де сұрайды. Бірақ ішінен күлкілі жеке заттардан басқа ештеңе таппай көңілі қалады. Дәл сол сәтте Эд пен оның адамдары тінтуге рұқсат қағазымен келіп жетеді. Дэниел қашады. Қуғын басталады. Ол ғимараттан шығып үлгереді. Бірақ Эд байқап қалып, атып аяғын жаралайды. Дэниел ақсап базардағы халыққа сіңіп кетеді. Көлікте отырған Виктор жауының қашып кетуіне жол бермейді. Газды басып, Дэниелді қағып, қабырғаға соғады. Ол сыртқа шығып, қозғала алмай жатқан Дэниелді көреді. Айналасына ұрланған ақшалар шашылып жатыр. Дэниел елге қайтарылады. Ұшу кезінде ол бәрінен құтылып кете жаздағанын мақтан айтады. Бірақ ұшақ қонғанда оны халықаралық аса қауіпті қылмыскердей күтіп тұрған полицияның тұтас бөлімшесін көріп шошып қалады. Сотта Сирена өзін әлі де ЦРУ агентім деп сенеді. Ал Адрианның әйелі онымен ажырасып, сотта қарсы куәлік береді. Дэниел өздерін кісі өліммен байланыстыра алмайды деп сенімді болады. Өзеннен мәйіттер салынған бөшкелер табылғанда да саусақ іздері шықпайды. Бірақ Кристинаның кеуде импланттары шешуші айғаққа айналады. Полиция өндіруші арқылы сериялық нөмірлері анықтайды. Ар ұжданы оянған Пол бар шындықты айтып береді. Дэниел мен Адрианды кісі өлтіруші деп атап, Дэниелді шебер манипулятор ретінде сипаттайды. Дэниел нашақорлық сөзіне ешкім сенбейді деп ойлады. Бірақ Виктор куәлікке шыққанда олардың жолы кесіледі. Бұл жігітті жігіт 15 жылға сотталады. Ол мұңаюдың орнына түрмені
грант сияқты қабылдап хорға қосылып әулиедей ән салады. Ал нағыз қылмыскерлер Дэниел мен Адриан заңдағы бар айыптың бәрін арқалайды. Қос кісі өлтіру, ұйымдасқан қылмыс, бопсалау әрекеті, ұрлық, кісі өлтіруге оқталу, қарулы тонау, үйге заңсыз кіру, ақшаны жылыстату және құжат қолдан жасау. Олардың данышпандығын бір ауыз сөзбен түйіндейді. Алқабилерге шешім шығару үшін бірнеше минут қана қажет болады. Өлім жазасы. Түрмеде отырған Дэниел болған оқиғаның бәрін ой елегінен өткізіп, мұның барлығы американдық арманды қаулаудан басталған айтады. Қанша жағдай болса да, ол қайта тұрып, ең жақсы көретін ісіне, фитнеске ораламын деп ант етеді. Осылайша ақылға сыймайтын, бірақ шынайы болған оқиғаның шымылдығы жабылады.